Сәлем достар, бүгін ауызашарға өте ерекше тағам штрудель дайындайтын боламыз. Қамыры бір жасағаннан шығатын және де езілмей жылдам пісу жолдарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Шамамен 400-500 грамдай ет қажет болады. Адам санына байланысты азайтып немесе көбейтсеңіздер болады. Осылай жақсылап 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Бір дана сәбізді, орташа сәбізді жақсылап ашып, ірі етіп, 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Екі дана кішілеу пияз қолдандым. Оны да жақсылап жұқалап 4 бұрышты етіп турап алдым. Осы сәтте табамызды қыздырып, сұйық май құятын боламыз. Таба қызған сәтте етімізді жайғастырып, екі бетін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қызарып қуырғаннан кейін өз суында 20 минут бұқтырып алатын боламыз, қақпағын жауып. Осы сәтте қамырының салмасын дайындайтын боламыз. Бір дана сәбізді теркадан өткізіп қоямыз. Менде видеода түспей қалыпты. Бір дана пиязды осы сәбізді турап болғаннан кейін қолмен майдалап турап, осы сәбізбен араластырып қоятын боламыз. Ет жақсы қызарып, екі жағы қуырылып піскен соң сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қоямыз. Сәбіз қуырылған соң үстіне пияз қосып, тағы да шамалы қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер және тұз қосасыздар. Шамалы бір пияладай су құйып, бетін жауып, астын баяулатып қоятын боламыз. Осы сәтте қамырын жасаймыз. Бір жарым пияла су, жылы су және 1 чайный ложка тұз қажет болады. Жақсылап араластырып, бір зуала қамыр илейтін боламыз. Мен мына жерде 2 зуала шықты, 1 зуаласын қаттама нанға қолдандым. Осылай орташа тығыздықта, қатты жұмсақ емес, қатты тығыз емес, орташа қамыр илеп аламыз. Шамамен 1 зуала илеп қойдым. Енді осы қамырдың илеуі қанғаннан кейін екі жағын жақсылап домалатып, жұқа қамыр илеп жайып алатын боламыз.
жақсылап жұқарап жайылған қамырдың бетіне жарты пиаладай сұйық май құйып қолымызбен жан-жағына жағып шығатын боламыз. Осы сәтте пиязбен араласқан сәбізімізді қолымызбен барлық бөлігіне теңдей етіп жайып шығамыз. Қамырдың барлық бөлігіне біркелкі етіп үстін басып отырып жайып шығатын боламыз. Қамырды неғұрлым жұқарақ жайсаңыздар, қамыр тез пісетін болады. Осылай жоғарыдан төмен домалатып отырып, рулетка тәріздес етіп орадым. Енді пышақтың көмегімен осылай домалатып кесеміз. Роза тәріздес етіп. Жаңағы бұқтырылған картошка салдым. Және де картошка салдым. Картошканы да шамалы су құйдым. Енді дәмдеуіш бәрін қосып болғаннан кейін, тұз барлығы қосылғаннан кейін, осылай қамырды, кесілген қамырды осылай роза тәріздес етіп, барлық жеріне толық салып шықтым. Тағы да үстінен шамалы су құйдым. Картошка кішкене бататындай етіп. Картошка қоспасаңыздар да болады. Қамырдың тез пісу жолы осылай салафанмен бетін жауып тез піседі. Буланып. Және де бетіне крышкасын жауып қоятын боламыз. Міне өте ерекше бір жасағаннан шығатын штруделіміз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген видеолар шығады. Ас болсын.